мен рас YouTube қаласындарсыздар. Достар, бүгінгі видеода мен видеоның атынан білгендеріңіздей топ 5 Minecraft Free Fire'ға арналған приложениелерді, программаларды көрсетіп өтетін боламын. Сол үшін сіздер оны жазу үшін плеймаркетке кіресіздер. Бірінші мен сіздерге көбінесе Free Fire көп адам ойнайды. Сондықтан Free Fire'ға алмаз алу керегін көрсететін боламын. Ал кеттік. Ол үшін мына жерге сіздер бүйтіп жазасыздар. Қазір мен осыны жазасыздар міне. 2048 Куб Diamond Game дейсіздер. И окей дегенді басасыздар. И потом сіздерде осындай приложение шығады, осындай. Бұлда сіздер осындай кубиктермен ойнайсыздар. Қазір мен қалай көрсетейін. Мынау үшін тағы да. Осы үшін. Мынау үшін бұл да үшін. Мынау да үшін бұл керек. Мынау да үшін. Осы программалардың бәрі үшін. Ал енді мен сіздерге Майнкрафтқа арналған постройка модтарды көрсететін боламын. Ал сіздер поиск игры приложение дегеннің несіне мастер мод дейсіздер. На Майнкрафт дейсіздер. И потом айналып тұрады, и потом осы приложение жазып алыңыздар. Бұл приложение шын. Менің достарым да осы видеоны көрсе, осыны жазуды ұсынамын. Өйткені бұл неде күшті модтар бар. Сіздер мыналарға сенбеңіздер. Бұлар өтірік Майнкрафттар. Өтірік бәрі. Өйткені атын қараңыздар. Майнкрафт модс мап скин деп тұр. Скин тартатын не? Мындай мебель мод дегендерге сенбей қойыңыздар. Только мынадан алыңыздар. Мебель модтарды. И потом сіздерге тағы бір читті көрсетейін. Мынауды шын. Енді қазір мен сіздерге постройка модты көрсетемін. Постройка для Майнкрафт дейсіздер. Майнкрафтты дейсіздер. Сіздер пост деп жазсаңыздар шығады бірден никмеге. Осы приложение жазып алыңыздар. Сіздер айтпақшы, бұны көбісі пайдалана алмай жатыр. Не пайдалана алмай жатқанын айтайын. Өйткені сіздердің версияларыңызға қарайды ол. Сіздер ешқашан версияңыз төмен болмау керек. Қандай версия шығады, соны жазып алуыңыз керек. Или 1.6, 1.17, 1.8 тартып алыңыздар. Осы неге осы приложение қажет. Ал егер сіздерде ондай Google-ға кірмей сондай болып жатса, ол кезде оны жөндетуге ақшаңыз жоқ болса, строитель для Майнкрафт P деген жазып алыңыздар. Бұл да шын Майнкрафтқа осы мод. Ал енді мен сіздерге бір күшті читті көрсетейін. Ол үшін сіздер Toolbox дейсіздер. Өйстіп жазасыздар. Потом мына Toolbox для Майнкрафт деген жазып алыңыздар. Полезный Toolbox дейді. Бұны жазып алыңыздар. Одан да сіздерге мына приложение керек. Каменде шықпай жатыр. Осылай жазасыздар. И потом сіздерде осындай приложение шығады. Мынау емес қой менің приложением. Қазір
Soğuk olmalı. Yani o приложение жазып аласыздар. Toolbox for Minecraft или басқалар шығуы мүмкін сіздерде. Мен қатып жатырмын Toolbox for Minecraft дейікші. Менде что-то шықпай жатыр сіздер. Осы тек бұл ютубтардан көруіңізге болады. Көрейін сол приложение тағы бола ма. Достар, мына приложениелер жазыңыздар. Инструмент, бұл модтар көңке. Сіздер оны жазып, сіздер Майнкрафтқа кірмейсіздер. Осы приложение кіресіздер. И потом сіздерде осы приложение сізді Майнкрафтқа лақтырып жібереді. Одан кейін Майнкрафтта осы шетінде ғана домалақ болып мобайзин сияқты тұрады. Ал енді достар, біздің топ 5 приложениелеріміз бітті. Жоқ шығар, мен сізге бір программаны көрсетемін Майнкрафт туралы. Trashbox деген бір приложение көрсеткім келіп тұр. Trashbox.ru деген. Бұл программа достар бәріне шын. Тіпті бұдан Free Fire, любой нәрсе тартуға болады. Мұналарға тимеңіздер, Зайчивер, Ходокс, Бета дегендер. Осы Trashbox деген шын. Ішінен музыка, әртүрлі ойындар тартуға болады. Сосын бұл мегабайтты аз жейтін приложение. Бұны Google-ден де тартуға болады. Мына қараңыздар қазір. Көрсетейін сіздерге. Мысалы, Chrome тартамын ба? Chromeға кірейік. Мысалы, мен не десем болады? Қандай ойын картаны көрейік. Мысалы, мен так. Ну, уже мен Trashbox-та отыр екен, бағанағы приложениені іздеп. Осындай, бұл жерден любой нәрсе істейді. Только кейбір нелер істемей қалуы мүмкін. Кейбір кезде фуфа істемей қалады. Фуфа жазбай қойыңыздар менен, өйткені фуфа бұдан жазылмайды. Ал достар, біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Сіздер бар болғаны видеоға лайк басып, комментарияға пұтыр-шұтыр жазып тастайық, подписка жасайық, тіркелейік, соңдан маған 100-ке жетейік. Ал достар, біздің топ 5 программаларымыз бітті. Ал кездескенше.